Психологиялық гигиена. Студенттік жатақханада Самат есімді жігіт тұрды. Бір кезде спортпен айналысқан, дене бітімі сымбатты еді. Бірінші курста өзінен 3 жас үлкен жігітпен бір секцияда көрші тұрды. Балкондары тиіп тұратын. Көрші жігіт үйленген, келіншегі бар еді. Бірақ әйелінің мінезі жеңілдеу болды. Күйеуі кітапханаға кеткенде, келіншек пен бойдақ балконда әзілдесіп, ілінісіп жүрді. Жеңіл әзілдің соңы келіншектің күйеуінің көзіне шөп салумен аяқталды. Бұл романс жылға жуық созылды. Аңқау күйеуі ештеңе сезбеген күйі кетті. Әлгі жігіт те соңғы курста бір қызға ғашық болып үйленді. Енді өзі де жатақханада әйелмен тұруға мәжбүр болды. Былай қарасан, махаббатын кездестірді, бірақ психикасына вирус түсіп үлгерген еді. Сабақта дегбірі кетіп тыныш отыра алмады. Келіншегі күні бойы көрші жігітпен ойнастық жасап жатқандай сезілді. Сабақтың соңына дейін жүйкесі жұқарып, агрессиясы күшейіп кететін. Кейде екінші пардан соң жатақханаға жасырын барып, келіншегін тексеретін болды. Онысын білдірмеу үшін кілтті санылауға байқатпай салып бөлмесіне сау етіп кіріп келетін. Үйде алаңсыз ғана отырған жары күйеуінің түтіккен түрін көріп шошып кететін. Секемшіл күйеу шкафтың бәрін тінтіп балконды ақтарып шығады. Неше рет тексерсе де күмәнді еш нәрсе таппады. Ақырында психикадағы вирус тыныштық бермеді. Жатақханадағы жігіттің бәрінен күмәндана бастады. Тіпті өзінен өзі ерегісе кететін. Ақырында түк таппаса да, шынымды айт, біреуің бар ма жоқ па деп, адал жарын албаты сабайтын өнер шығарды. Осының кесірінен неше мәрте ажырасып қайта қосылды. Орталарында бала бар еді. Оның үстіне 90-шы жылдар моральдық тәрбиенің күшті кезі. Отбасы әупірімдеп ажырасудан аман қалды. Бұл ауру оған әйелінің ажары тайып, көркі кемігенше тыныштық бермеді. Бұл ауруды логотерапияда психологиялық гигиена деп атайды. Франклға біраз пациенті бүй дейді екен. Бойдақ күнімде жеңіл қыздармен еркін ойнап күлдім, бірақ махаббатпен үйлендім. Әйелімді сүйемін, алайда түнде төсекте жатқанда қойнымда ғашығым емес, жезөкшені құшақтап жатқандай болам. Франклдың пайымынша емдеуге көнбейтін қасіретті аурудың бірі осы. Сондықтан ол шымылдыққа дейін секс тәжірибесін жинауға үзілді-кесілді қарсы шыққан жалғыз психолог. Себебі ондай тәжірибенің баянды бақытқа қосар бір мысқал үлесі жоқ. Психикаға кері әсер етеді. Ең үлкен залалы мынау. Некесіз секске дейін бозбала жүрегінде әйел заты өте киелі бейнеде сақталады. Олар Құдайдың қол жетпес ең ұлы нығметіндей көрінеді. Қыз баланың тұла бойы тұнып тұрған құпия мен сыр сияқты сезіледі. Осы мөлдір сезімі адал некеге жетіп жығылғанда махаббатты шырынды секспен бақытты күндерін зейнеттей түседі. Бозбала бірінші рет еркек атанып ауызданған кезде көңілдегі киелі құндылық атауы күл-талқан болады. Бұрынғыдай қыздардың жан қатпарынан құдіретті кие іздеп тұрмайды. Сұлу келіншек көрсе, сексуалды объекті көріп, дегбірі қаша бастайды. Осы процесті Лев Толстой көркем әдебиетте Крейцер сонатасымен әдемі көрсеткен. Төменде сол шығармадан үзінді оқып көріңіз. Познышев деген кісі пойызда келе жатады. Ол әйелін өлтіріп, сол үшін сотталып, жазасын өтеп келе жатқан бет еді. Купеде бірге отырған серіктері ажырасу, неке, отбасы қатынасы, зинақорлық жайлы әңгіме қозғады. Познышев әңгімеге еріксіз араласты. Әйелмен қарым-қатынасын, оның не себепті өлтіргенін, қызғаныштың қалай пайда болғанын, әйелге деген құрметінің қалай жоғалғанын баяндады. Зинақорлық жайлы айтып отырып, 16-ға толған шағымда достарым алғаш рет әйелге деген ниетімді бұзған. Бұрын әйел көрсем апа қарындастай сыйлаушы едім. Енді әйел жай апа емес, шекер балдай көрінетін болды. Сәл ашық тәнін көрсем дегбірім қашты. Оңбаған ой санама тыныштық бермейтін. Ойша күнәһар болсам да шектен шыққан жоқ едім. Бір күні ағамның бір сауық қой жолдасы ағам екеумізді желіктіріп бір жерге апарды. Ол кезде әлі бейкүнә едік. Сол түні арақ ішуді үйретті. Артынша
жүзекшеге апарып ауыздандырды. Ағам да мен де алғаш рет былыққа баттық. Содан бастап әйелге деген көзқарасым өзгерді. Ол кезде өкіну дегенді білмеймін, әлі жаспын. Үлкендердің нағыз жігіт деген мақтауына лепіріп жүре беріппін. Әй, бұл дұрыс емес дейтін бір адам табылмады. Керісінше, гимназиядағы дәрігердің өзі шамалап бабымен жазсам денсаулыққа пайдасы бар дейтін. Әйтеуір қай жағынан алсам да, кімнен сұрасам да, зинақорлықты зиянсыз деді. Ауру жұқтырып алсан, емдейтін дәрігер де дайын екен. Қам жеме деп біреулер жігер берді. Шынын айтқанда, адам мейлі қоғам болсын, зинақорлықтың тамырына балта шабуға емес, оны зиянсыз етуге күш салады екен. Мысалы, шылым шегу мен ішімдік ішу сияқты. Себебі бұл жайт бір мен емес, жұрттың 0,9%-ның басынан өткен. Олар зинақорлық жасау былай тұрсын, ар ожданын жұбату үшін бұл сұмдықты түрлі жолмен пайдалы етіп шығарды. Мысалы, біреу бой суыту денсаулыққа пайдалы дейді. Екіншісі мұны табиғи қалыпты жағдайға жатқызды. Жұрттың сөзін естіген соң мұны табиғи процесс жас мөлшеріме сай рахат алу деп түсініппін. Шылым мен арақты қалай зиянсыз деп ойласам, зинақорлық жайлы пікірім де солай қалыптасты. Әйтсе де, алғаш зина жасаған күні жан жүректі тебіренткен өзгеше күйді бастан кештім. Шаруамды бітісімен дәл сол сәтте бөлмеден шықпай жатып, жүрегім сыздап қоя берген. Көңілімді қаяу басып, жылап жібере жаздадым. Қазір ойласам, сол кезде ар ожданым мерт болған пәктігімді, әйелдер жайлы келмеске кеткен ізгі сезімімді жоқтап егілген екен ғой. Осылайша әйел затына деген адал сезімім күл талқан болды. Зинақордың өзі боп шыға келді. Негізгі зинақор мен нашақордың, маскүнем мен шылымқордың бой алдырған бәлекеті бір. Ол құнығу. Бәрі де кісіні адам ретінде көрмеді. Құмарлығын басу үшін зат сияқты пайдалана берді. Бауырмалдық, жанашырлық сезімнен жұрдай болып. Құмарлығымды қандыру үшін өзімнен бірнеше жас үлкен жүзекшені түрлі азапқа салушы едім. Қазір сол еске түссе жиіркенем. Көшеден әйел көрсем, арсыз көзім бірінші жапсырма бөксесіне түсетін. Томпиған, торсиған, бұлтындаған май бөкселер нәпсімді қоздыратын. Жаланаш иық, апай төс омырау, женсіз қол, ақ балтыр бәрі азғын құмарымның айызын қандыра түсетіндей. Мүмкін ол біреудің адал жары шығар, бейкүнә мәпелеген қызы, аялаған қарындасы шығар. Бірақ мен үшін әйелдің бәрі бірдей. Нәпсімнің азығындай көрінді. Сол аурудан айыға алмадым. Азабын әлі тартып келемін. Әдетте жүзекше жалдайтын клиент махаббатсыз секс іздейді. Бірақ мынаны ескермейді. Тән гигиенасы сияқты психология гигиенасы да өте маңызды. Жыныс мүшенді таза ұстамау қандай қауіпті болса, психологиялық гигиенаға салғырт қарау да сондай қатерлі. Зардабынан оңай құтылмайсың. Секс тәжірибесі бірінші рет неке түні басталса да ештеңеден кеш қалмайды. Ал 21 ғасырда тіптен кешікпейсің. Төсектегі әдіс тәсілді үйрететін профессионал ақыл кеңестер интернеттің қойны қонышында толып тұр. Керісінше, төсектегі техниканы дамытамын дегендер секстің ең анайы түріне өтіп кетеді. Бұл мәселені Франкл былай талдаған. Секс деген не? Оның тұрағы не? Онымен кім айналысады? Секс абстрактілі махаббаттың төсектегі заттай көрінісі. Оның тұрағы ғашықтық. Онымен шын ғашықтар ғана айналысады, яғни шын ғашықтар бүйдесе жарасады. Біз бір-бірімізді сүйеміз, сүйгендіктен де төсекте табысуға ақымыз бар. Ал махаббатсыз секстің күнәға теңелуі де осыдан келіп шығады. Психологиялық гигиенаның дертін Лев Толстой Әзәзіл повестінде де терең ашықтайды. Шығарманың қысқаша желісі былай. Басты кейіпкер Евгений Ертенев, қатарынан озық, еңбекқор, ақылды жігіт. Петерборда заң факультетін тәмамдады. Әкесінің үлкен шаруа қожалығы бартын. Бірақ әкесі дүние салған соң шаруашылық жұмысы тұралап, қарызы көбейіп кетті.
Евгений оқуды аяқтап ауылға оралды. Істі қайта қолға алып аяғынан тік тұрғызды. Әкесінің қарыздарын өтеді. Кешкене етек жеңін жинағанша үйленбей жүре тұруға бел байлады. Бірақ еркектік мұқтаждығы дес бермеді. Күні түні жалаңаш әйелді ойлайтын болды. Студент кезінде әртүрлі әйелмен әуейі болған. Соңғы рет тігінші әйелмен ойнап күлген еді. Ауылға келгелі 2 айдан асты. Өзін тежей алар емес. Қалаға барып келу керек пе? Бірақ сол нәрсеге бола алысқа сапар шегу тиімсіз. Шаруа қожалығын тастап шыға алмады. Ауылдағы өткен кеткен қызға көзін сатып, әбден сілесі құрды. Оларға қырымдайын десе, әкемнің абыройына дақ түсіріп алам деп қорықты. Біреумен сөйлессе болды, сөзді әйел тақырыбына бұрды. Бір күні орман қарауылы Данила Ивановичпен тілдесті. Сөз арасында қатты титықтағанын жеткізді. Көңілдес тауып берсе, ақшасын төлейтінін айтты. Данила тіс қақан әккі еді. Степанида деген әйелді көндіріп алып келеді. Степанида асқан сұлу болмаса да жарасымды дене бітімі бар. Күйеуі әскери болған соң жиі іссапарда жүретін. Степанидамен көңіл қосқан соң жаны тыныштағандай болды. Еш алаңсыз жұмысын істей берді. Евгений некесі төсек бөлісуді ар ұятын таразысына салмайтын. Құмарлықты уақытында қысымнан шығарып тұру қажет деп түйді. Оны денсаулыққа пайдалы, бел босаса жұмыс тез жүреді деп санады. Ашынасымен төсекте табысқан соң ар ұяты қатты мазалайтын. Әсіресе Степаниданың күйеуінен ұялды. Ондайда бұл соңғы рет енді жоламаймын деп ұятын жұбатып қоятын. Бірақ бұл түрлік біреумен тоқтамады. Көңілдесімен тоғайда, мал қорада жасырын кездесіп жүре берді. Алайда өзін бұл серлік уақытша ғана, үйленген соң басылады деп жұбатты. Тіпті Степанидамен қарым-қатынасын ашыналыққа жатқызбады. Себебі мұның ойынша көңілдеске ақы төленбеуі тиіс. Ал бұл әр кездескен сайын Степанидаға бір сом беріп тұрды. Яғни бұл әрекетін қызмет түрі деп есептеді. Евгений қалаға барғыштап жүріп, бірде Анескилердің әулетімен танысқан. Олардың таяуда оқу бітірген қыздары Лиза Анескаяны көріп ғашық болды. Ұзамай құда түсіп үйленді. Махаббаттың бал дәурені басталды. Евгений бұл кезде бақытты еді. Күнде ерте тұрып шаруашылықты аралайды, зауыт жұмысын көрді, кейде егістікке барып қайтады. Түсте үйіне асығып оралады. Кешке әйел екеуі атқа мініп серуендеді. Баяғы көңілдесін ұмытып та кетті. Бір күні әдеттегідей үйіне келген еді, ойда жоқта Степаниданы көріп аңтарылып қалды. Әйеліне қолғабыс етіп үйде еден жуып жүр екен. Кеше Лиза үй жинауға қызметші әйел іздеп жүрген еді. Бірақ қызметшіге Степаниданы алады деп ойламапты. Евгенийдің қабағы түйіліп ашуланып кетті. Бірақ ашуын құмарлығы тез жүгендеді. Ұры көзі Степаниданың жалаңаш балтырына түсті. Қалай жұтынғанын өзі сезбей қалды. Несіне телміріп тұрмын, үйге кірейін деп бетін бұрып алған еді. 5 қадам аттағанда тағы бір қарасай деп біреу сыбырлағандай болды. Мойны еріксіз бұрылды. Тағы да балтырына көзі түсті. Құдайым-ау, не істеп тұрмын деп өз қылығына ұялып, үйге шапшаң кіріп кетті. Бірақ жүрегі аузына тығылып, шашынан бақайына дейін түсініксіз толқын жүріп жатты. Көзін жұмса, Степаниданың жалаңаш денесі елестеді. Есіктен қайта барып сығалағысы келді. Ішінен бір ой, қазір Степанида онаша қалады, барып тіл қат деп бұйырып жатты. Бір кезде адал жары Лизаны ойлап еді, ұялып кетті. Лиза байғұс періште ғой, менің сұмпайы ойымнан бейхабар деп өзін жазғыра бастады. Ертесіне Степаниданы жұмыстан шығарып жіберді. Осыдан бастап Евгенийдің өмірі күрт өзгерді. Көзін жұмса, ашынасы елестеді. Жүрегін құрт кеміріп жатқандай қиналады. Бірде ауылдай той думан болған. Билеп жүрген Степаниданы көргенде құмарлығын тежей алмады. Одан көз алмай қарады да отырды. Бір кезде оның орманға беттегенін көріп, ізінен жүгіргені сол еді, Самахин шал ұстап алды. Ол болмағанда өзін тоқтатуға еркі жоқ еді. Ертесіне тағы да Степаниданы ойлады. Сәл ертерек жүргенде кездесер медім, әттен шал ұстап қалды деп өкінді. Бір кезде қиялынан шошып кетті. Тіпті ойдан арылу үшін саусағын майшанмен күйдіріп көрді. Бірақ
сілімтік ойын жеңе алмады. Степаниданы басқа жаққа көшіріп жіберуді де ойлаған. Солай етсе мазасыз көңілден құтылардай үміт етті, бірақ дегені болмады. Әйелімен бұрынғыдай төсек ләззатын да бөлісе алмады. Қойнында әйел емес, құдды бір ашынасы жатқандай елестеді. Бір күні әзәзіл ойдан құтылатын амал тапқандай болды. Қырымға уақытша көшіп кетті. Ол жақта ескі достарымен, бауырларымен жүздесіп, марқайып қалды. Ұзамай әйелі босанды. Қылығы тәтті қыз туып берді. Бір қызығы Степанида жайлы түк ойламады. Расымен сайқал бейнеден құтылғандай сезінді. Қызының тәтті қылығы бәрін өзгертті. Күз түсе Евгений елге оралды. Күзде қызылшасы мол өнімге қарқ қылды. Зауыты гүрілдеп жүріп тұрды. Кәсібі дөңгелей берді. Үйіне келе сала қызметшісінен өтірік білмегенсіп Степанида жайлы сұрап көріп еді, өзіне әсер етпеді, таң қалды. Расымен ұмытқан сияқты. Ертесіне егістікті аралап келе жатып, сабан тасыған Степаниданы көрді. Жүрегіндегі құрт қайта тіріліп кеткендей болды. Көзі еріксіз тырсиған көйлек ішіндегі дөңгелеген бөксеге түсті. Арам қиялы ақылын байлап алды. Баяғы тоғай ішінде аймаласқан кезі есіне түсті. Степаниданың артынан жайлап еріп отырып, оның үй жағына қалай келіп қалған өзі сезбей қалды. Біреу-міреу көріп қалмады ма деп жан-жағына шошына қарады да тез зып берді. Евгенийдің алдында үш-ақ жол қалғандай көрінді. Бірі Степаниданы күйеуінен тартып алып үйлену. Бірақ бұл кезде әйелін, кәсібін тастап, басқа қалаға көшіп, сонда өмір сүру керек. Екіншісі Степаниданы өлтіріп, қалған ғұмырын түрмеде өткізу. Үшіншісі өзін өлтіру. Бірақ үш ойы да баянды үміттің жолын көрсете алмады. Қалай ойласа да ой санасы тығырыққа тірелді. Бойдақ кезде жауапсыз ойнап күлудің, махаббатсыз төсек рахатын іздеудің осылай опа бермесін түсінді. Қалаған уақытымда құмарлығымды тежеп аламын деген батыр ойлары күл-талқан болады. Ең қиын тигені әйел мен бүй күнә сәбиінің бетіне қарай алмай ұяттан өртенді. Әйелі мұның азапты күйін көріп себебін сұрай берді. Бұл шынын айтқысы келсе де қысылып ағынан ақтарыла алмады. Мұндай кезде бұрышқа қамалып қалғандай сезінетін. Ал әйелі күйеуінің азапты хәлін көріп жаны ашыды. Бұрыннан байқап жүреді. Мәнісін қатты білгісі келді. Бірде күйеуіне жалынып себебін сұрап қоймады. Күйеуі айтуға оқталғанымен адал жарының періште жүзін көріп дәті шыдамады. Әйелінің сыртқа шығып кеткенін пайдаланып, револьверін алды да маңдайына тақады. Өмірмен қош айтқысы келді. Көз алдына жаңа туған сәбиін, аяулы жарын елестетті. Оларды қимай тұрды. Тамағына өксік булығып, көзіне жас тықылды. Евгений жұбайын қатты жақсы көретін. Үйленгелі көзіне шөп салмады. Әйелінің алдында ары таза. Өлмей-ақ қойса да болар еді. Бірақ ар-ожданын құмарлықтың қызыл иті талап жатты. Бір кезде қайдан шыққаны белгісіз көз алдына Степаниданың сайқал бейнесі келе қалды. Қызыл орамалын бұлғап, мұны тоғайға шақырғандай болды. Күлкісі бейне бір арсаландаған әзәзілден аумады. Оны жек көріп кетті. Көргісі келмеді. Құмарлығы қажаған сол бір дәуренге қарғыс айтты. Қолы дір-дір етіп, тістері қалшылдап кетті. Езуінен түкірігі ағып, иегін бұлғады. Шүріппені басуға ғана батылы жетті. Бұл кезде оның әзәзіл оймен арпалысатындай да күші қалмап еді.